Так, қалдарыңыз қалай? Экран, звук естіліп тұр ма барлығы? Жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Экран көрініп тұр бәрі. Жақсы. Так, бастайық олай болса. Бүгінгі бізде тақырып ол блоктар. Так. Так, блоктар. Яғни блоктар дегеніміз не? Ол белгілі бір зона интереса, яғни. Оны біз point деп атаймыз. Яғни point of interest деген сөз. Point of interest, яғни осы зоналар, былайша айтқанда бізге қызық зоналар, яғни осы зоналардан біз көбінесе не істейміз? Сделкалар ашамыз. Яғни былайша айтқанда яғни осы сделка ашатын зоналар. Сделка ашатын зоналардың ішіне бізге жаңағы блоктар кіреді. Сосын өткенде айтқан имбаланстар. Имбаланстардың түрлері бар. Жаңағыдай қарапайым имбаланс, содан кейін inversion, FBG, BPR, енді оны басқа сабақтарда көрсетіп. Бүгін бізде жаңағы айтып кеткендей блоктар, яғни екі түрлі пойзонер болады, олар имбаланстар, екінші блоктар. Енді блоктардың бірнеше түрі болады өз алдына. Яғни қандай түрлер бар? Ең бірінші түрі ол бізде ордер блок. Ордер блок қысқаша OB деп айтады. Яғни ол не деген сөз? Былайша айтқанда ордер деген былайша айтқанда жаңағыдай заказ деген сөз, блок деген, яғни бір аймақ деген сөз. Яғни белгілі бір лимитный, мысалы стоптар немесе жаңағыдай лимитный ордерлардың жиынтығы деп айтсақ болады. Яғни ол дегеніміз қалай? Яғни олардан бұрын мысалы егер шорт структура болатын болса, олардан бұрын олардан алдыңғы жасыл свеча, әрбір свеча болып саналады. Сол егерде құлардан бұрын жасыл свеча, ең соңғысы жасыл свеча болса, сол ордер болып болады, немесе өсерден бұрын өсерден алдыңғы қызыл свеча.
яғни ордер блок дегеніміз осы. Енді мына жерге жазып қояйық. Мына жерге мынаны түсін ауыстырып қояйық, сіздерге түсінікті болу үшін. Қызыл және де жасыл свеча. Яғни құлардан бұрынғы свеча, құлардан бұрынғы жасыл свеча дейді. Яғни ол қай жер? Мынау құлардан бұрын, жалпы шортовой движение кетерден бұрынғы жасыл свеча. Яғни мынау. Бұны біз не дейміз? Ордер блок дейміз. Мынау бізде жаңағыдай ордер блок болады. Яғни оны құлардан бұрынғы жасыл свечаны алып аласыздар. Соның денесімен де алуға болады, немесе фитильмен де алуға болады. Енді именно Форекста денесімен алған жақсы. Именно криптода, криптомен сауда жасайтын болсаңыз, онда мына фитильмен алған дұрыс болады. Яғни осы бұл зона интереса, яғни осы жерден біз сделка ашаламыз деген сияқты. Енді лонговый ордер блокты көрсетейік. Яғни өсерден бұрынғы қызыл свеча. Яғни бұл жерде бірнеше болуы мүмкін. Мынаны алуға болады, мынаны екеуін бірігіп те алуға болады. Бұл да не болады? Ордер блок болады. Алды ордер блок. Одан кейін міне алды ордер блок болады. Өсерден бұрынғы соңғы қызыл свечаны алсаңыздар, сіздерде ордер блок пайда болады. Түсінікті деп ойлаймын, иә? Сұрақтарыңыз бар ма осы ордер блок бойынша? Егер сұрақтарыңыз болса, қолымызды көтеріп белгі берсеңіздер. Сұрағы жоқ менде. Бәрі ойдағындай түсінікті. Жақсы. Сұрақ болса енді жаңағыдай эфирдің соңына қарай қойыңыздарсыздар. Келесі бізде келесі блок ол жазуым ғой дейсіз ғой. Мына жерге жаза берейік қайттан. Жаңағы point of interest, содан кейін ол екі түрлі болады дедік. Баланс. Блок. Блоктар. Біріншісін өттік біз. Бірінші ол бізде ордер блок. Қысқаша ОБ дейміз. Екінші түрі sponsorship candle. Başkında sponsor деген сөз түсінікті шығар барлықтарыңызға. Спонсор яғни жаңағыдай демеуші дейді ғой. Сол sponsorship candle немесе sponsored candle дейді. Разница жоқ, барлығы бір. Оны қысқаша біз SK дейміз. Яғни ордер блок сияқты қысқаша аты ғой. Яғни ол дегеніміз не? Sponsorship candle дегеніміз ол яғни тура ордер блок, бірақ
ол ордер блоктың ішінде не істеген, ликвидностьпен жұмыс болған. Мына жерде қарасаңыз, мына жерде ликвидностьпен жұмыс болған, содан кейін ордер блок болған. Яғни ол бізде не болады? СК болады. Sponsorship handle деген осы. Немесе там шартовый класс көйлек. Мына мысалында мына жерде ликвидностьпен жұмыс бар. Мынаны аласыз. СК. Мына бір жерде де тура солай. Ликвидностьпен жұмыс. Мынау бізде не болады? СК болады. Так, түсінікті деп ойлаймын. Ордер блокпен екеуінің айырмашылығы, яғни мына жерде ликвидностьпен жұмыс болу керек міндетті СК-да. Келесі бізде үшінші ол брейкер блок. Брейкер блок, яғни ордер блоктың бұзылуы. Яғни кез келген ордер блок импульсына бұзылып өтетін болса, соңында мына бір жерде. Ол бізде не болады екен? Ол брейкер блок болады. Мынау брейкер блок. Немесе мынау брейкер блок. Яғни мына жерде денесімен бұзып өтті көрдіңіздер ме мына жерде? Яғни мынандай фитильмен жарамайды, кәдімгідей толыққанды мына жерде денесімен беку керек астына қарай. Желательно имбаланспен тиісіп өтсе, ол бізде брейкер блок болады. Так. Одан кейін төртінші түр. Mitigation блок. Яғни біз сіздермен өткенде структура тақырыбын қозғаған болатынбыз, иә. Сонда хайр-роу деп мысалында, иә. Яғни белгілі бір структурамыз бар. Сол структураның ішінде мысалында тағы да бір ішкі структура болуы мүмкін. Яғни осындай. Сосын сол ішкі структурамыз біздің не істейді? Имбаланспен жаңағыдай келіп, құлап келіп, яғни имбаланспен бұзылатын болса, яғни осы ішкі структурамыз. Онда ол бізде mitigation болып болады. Яғни қазір оны көрсетемін. Так. Яғни ол тест жасалады, сосын барып жоғары кетеді. Яғни осындай ішкі минорный дейді. Яғни сондай блоктарды біз не дейміз? Mitigation блок дейміз. Яғни брейкер блок сияқты, бірақ та ішкі структурада. Mitigation блок деген. Тура брейкер блок, бірақ брейкер блок ол мынадай ключевой зоналарда болады. Мынау ордер блоктар да барлығы ключевой зоналарда пайда болу керек. Мынау mitigation блок. Mitigation блок ол яғни мына жерде ключевой максимум, мынау ключевой минимум. Соның ішінде пайда болған блокты бұзып өту. Ол бізде mitigation блок болады. Так, қас көрейік. Жерде жоқ қазір.
яғни міне қараңыздар, мынау ключевой максимум, ключевой меню, соның аралығында мына жерде блок пайда болған, соны импульсына тесіп өткен, байқасаңыздар. Мына жерде имбаланспен тесіліп өту керек міндетті түрде. Сол имбаланспен тесіліп өткен жер, соны қайтып тест жасаған көрдіңіздер ме? Сосын барып ана ломкаға кеткен. Яғни мынау mitigation блок болады. Так, түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз бар ма осы туралы? Mitigation блок бойынша. Ол сонда қандай рөл атқарады? Қайтып баға сол жерге келеді деген сөз ба? Тест жасайды көбінесе, и осы жерден жаңағыдай позиция қарастыруға болады. Көрдіңіздер ме? Тесіп өтті, сосын барып тест жасады. Осы жерден позиция алуға болады. Яғни енді оны әркім жаңағыдай қолдана ма, қолданбай ма, ол тағы бір өз алдына сұрақ та. Яғни біреу қолданғысы келсе қолданады, қолданбаса просто мына жерде имбалансты ғана қолдана беруге болады. Одан қатты не жоқ. Әркім өзінің жаңағыдай торговый стратегия дейді, соған байланысты. Болған сияқты. Алпсық. Так, келесі 5-ші түрі rejection блок. Яғни қысқаша RP дейді. Rejection блок ол қалай пайда болады. Яғни бір сағаттық қой дейік. Яғни қарасаңыздар, міне мынаның ұшында мынадай фитильдер тастап кеткен, сосын мына екі свечаның ашылуы да жабылуы да бір деңгейде былай шығады. Яғни мына свечаның яғни былайша жабылу нүктесі 34-48-50 болды. Мына жерде қарасаңыздар. 34-48-50, мынанікі 34-44. Мына кішкене кейін кірмейді. Бірақ енді бұлай визуально қарасаңыздар, жалпы бір деңгейде. Осыны мына фитилі болу керек. Мына фитилін белгілеп аласыздар. Қарасаңыздар, мына екеуін күн алсақ, мына үшінші свечаға тест жасаған осы. Соны rejection блок дейді. RB rejection блок. Қазір басқа примерларын көрейік. Так. Мынаны көрейік қазір. 33-32-36. Міне көрсеңіздер, мына открытиясы мына жерге қараңыздар. Мынанікі міне 33-32-36, мынаның закрытиясы 33-32-36 көрсеңіздер, мына бір деңгейде тұрды. Бұлай көрсетейін. Міне мына бір жер бір деңгейде тұрды. Сөйтіп, мынадай бір деңгейде тұр, көресіздер ме? Содан кейін қарасаңыздар, фитилі қалдырып кеткен. Яғни осы фитиль не болады бізде? Rejection блок болды.
rejection болып келіп тест жасаған, сосын барып жоғары қарай кеткен көрсеңіздер. Так. Келесі бізде алтыншы. Propulsion блок. Яғни ол бір ордер блок, екінші ордер блокты тест жасайды. Былайша айтқанда, былай баға өсіп келе жатыр. Мына бір жерде ордер блок тастады. Сосын дальше жоғары қарай кетті. Сосын келесі мына жерге қайтып келеді. Баға қайтып келеді. Яғни мына жерде ордер блок бар делік. Ордер блок. Яғни осыны келіп үстіне тест жасап, содан кейін барып тағы да ордер блок пайда болса осы жерде. Онда ол не болады? Ол propulsion болады яғни. Мына бір жер. Ол жаңағы айтқан propulsion блок. Кейін соңғы бізде тағы да мынадай зоналар бар. Пой зоналар ол енді блоктарға жатпайды әрине. STB, BTS. Яғни STB дегеніміз не ол? Cell to by. By, сосын BTS деген ол by to cell деген сөз. Так, ол қалай деген сөз. Яғни белгілі бір жерде мына бір жерде мысалында бір ликвидностьпен жұмыс болады. Ол шешіледі. Сосын слом берген уақытта ол бізде не болады екен? STB BTS болады. Осылай. Немесе кері бағытта. Ликвидность шешіледі, слом берсе. Осылай болады екен. STB. Так, мына жерге жазып қойып. Mongolia яғни STB болады. BTS болады. Mongolia түрі cell to by. Шартовый түрі by to cell. Яғни ол қай жерде пайда болады. Так, мына бір жерде қарасаңыздар. Ликвидность шешілген. Сосын не болған? Слом болған. Ал бізде осы аралық ликвидность шешілген слом берген аралық STB дейді. Так. Мына жерде қарасаңыздар. Мына ликвидностьпен жұмыс. Сосын слом берген. Оны by to cell дейді. Бұл да жаңағыдай пой зонаның бір түрі. Яғни имбаланс бар, блок бар, STB BTS бар. Так. Сұрақтарыңыз болса. Так,
кім қол көтерді, жаңағыдай қол көтеру деген кнопканы бассаңыздар, мен сіздерге микрофонға рұқсат беремін. Сосын сұрақтарыңызды қоя аласыздар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Мынандай сұрақ еді, мына ордер блок пен 5-ші rejection блоктың айырмашылығы не сонда олар? Бірдей сияқты ғой, Ордер блок пен rejection блок. 5-ші. Жоқ, екеуінің айырмашылығы бар ғой. Екеуі бір-бірі жабылады вроде. Екеуі қалайша, былайша айтқанда, бір жерге тие береді, ол разница жоқ. Ол немес. Мысалы мына жерде rejection блок, үстінен breaker блок та бар мына жерде. Сосын енді breaker блок мына жерде қолданбайсыздар. Именно мына жерде мысалы ордер блок бар. Мынау ордер блок. Оны өзіңіз таңдайсыз да, бұл жерден қайсысын қолданасыз. Мысалы ордер блокты немесе rejection блок деген сияқты. Позиция ашу үшін. Немесе мына жерде жаңа sponsored candle да бар да, SK. Бұл жерде бәрін сызу шарт емес. Кімге қандай яғни біреуін ғана алсаңыздар, мүлдем қолданбасаңыздар да болады. Мысалында мен бұл блоктарды айтпақшы, сұрақтарда бұл блоктарды қандай таймфреймде қолдана береді айтпақшы, рекомендуемый? 1 сағат. 1 сағат. Хорошо. Енді бұл жаңа 15 минутта да қолдануға болады. Смотря сіз қандай анализ жасайсыз. Көбінде 1 сағат. Жалпы мына жерден негізінде өзім қолданатын, мынам біреуін де қолданбаймын. Былайша айтқанда. Енді бұл Smart Money'дің жаңағы қалайша Smart Money'дің бір жаңа тақырыптары болғандықтан, мына блоктардың ішіне sponsor candle ғана қолданам дегенде қолдануға болады, былайша айтқанда. Бәрін қолдануға болады әрине, өзіңіз шешесіз, қолданасыз, қолданбайсыз. Яғни мына sponsor candle SK-ның отработкасы жақсырақ та, чем ордер блоктан қарағанда, rejection'дан қарағанда, мынау екеуі егер де sponsored candle мен ордер блок тұратын болса, sponsored candle таңдаған дұрыс болады. Неге? Өйткені мына жерде қосымша ликвидностьпен жұмыс бар да. Мына бір жерде. Егер де мысалында мына қараңыздар, мынаны кесіп тастасақ, өйстіп кесіп тастайтын болсақ, мына бір жерде мысалында ордер блок пайда болды. Ордер блоктан егер де сіз сделка ашатын болсаңыз, сіз стопыңызды мына жерге қоюға міндетті боласыз. Қарасаңыз, мына жерде ордер блок тесіп өткен, ликвидностьпен жұмыс жасаған, сосын барып қана кеткен. Бұл жерден сіз егер де позицияңызды кейбіреулер айтады, ол ордер блоктан ашамын, мынау. Егер де ордер блоктан ашатын болсаңыз, көбінесе жаңағыдай стопқа ілінетін боласыз. Мысалында мына жерде ликвидность шешілді. Ликвидность шешілгеннен кейін барып қарастырсаңыз, ордер блок емес, мына жерде мынаны қарастырсаңыз, онда ол SK болады. Мынадан уже позиция, поле қарасаңыздар. Мына жерде ликвидностьпен жұмыс бар, мына жерге стоп қоясыз. Дальше позицияға кіресіз деген сияқты. Яғни осылардың ішінен барлығын қолданбау, енді әркім оны өзі шешеді. Мысалында мен мына breaker блокты қолданбаймын, ордер блокты қолданбаймын. Sponsored candle арасында қолданам. Breaker блок. Мынау минус, мынау жартылай плюс дейік. Мынау минус, мынау минус, мынау минус. Мына арасында қолданам тоже. Сосын мынаны қолданам. Мынау міндетті түрде. STB, BTS самый жақсы. И осы имбалансты қолданам. Негізі осы екеуі негізі жеткілікті. Жақсы торговля жасауға. Арасында жаңағыдай sponsored candle қолданам.
осы екеуі. Осы үшеуін алсаңыздар болды. Мына қалғандары просто жаңағы кругозор не дейді ғой, білім үшін просто өздеріңізге қажет болса, немесе біреуге мүмкін жаңағыдай брейкердан ашқан дұрыс болатын шығар, ұнайтын шығар, мүмкін реджекшннан алып жасаған ұнайтын шығар. Енді өзі әркім өзі шешеді бұл жерде. Так, сұрақтар болса. Так, кім қол көтерді, сіздерге рұқсат берін. Микрофонды қосып сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Сабақ сақталады ма? Сабақ запись жүріп жатыр негізінде. Егер де бәрі ойдағыдай болса сақталу керек. Өткен сабақ бойынша сұрақтар болса, түсінбеген жерлер болса, өйткені өткен сабақтың записі кішкене нашар болыпты. Мына Telegram өзінің записін қойған. Себептен запись кішкене качествосы нашарлау. Сол өткен сабақтың соңғы записін біраз түсініксіздеу екен. Қайтадан қараймын. Жалпы өткен сабақта каналдың үстіне қарай өтсеңіз, ол жақта структура бойынша сабақ салған негізі YouTube-қа. Соны қарап, структураны үйреніп алсаңыз болады. Ана жерде қатты бір қиындығы жоқ. Басты сол структураны үйреніп алсаңыз, сосын имбаланс енді ол понятно, оны уже қатты қиындығы жоқ. И ликвидность деген тақырып бар ішінде. Ол туралы енді бөлек видеолар ма, сонда YouTube-қа саларым. Содан көріп аласыздар. Жалпы бүгінгі блоктар зона интереса дейді. Яғни осылар бізге не үшін керек? Сделкалар осы зоналарға келгенде, яғни сделкаларды ашуға болады, яғни баға осы зоналарға келген уақытта. Так, кімде қандай сұрақ бар? Сәлеметсіз, менде сұрақ бар еді. Баланстан подтверждениені қалай аласыз? Подтверждениені қалай аласыз? То есть сделканы қалай аласыз дейсіз ба? Иә. Сделкаға кіруге подтверждениені қалай табасыз? Жақсы, қалай көрсетейін. Бір кез келген имбалансты алайық қазір. Міне мысалы мына жүр. Бір сағаттық имбалансты ала бересіз ба сіз? Иә, 1 сағат 15 минут. Мысалы мына жерде имбаланс бар еді. Имбалансқа не істеді? Баға келді, тест жасады. Мен 5 минут қойдым. 5 минуттың ішінде қарайым. Мына жерде лонговый структура келеді, локальный. Одан кейін не істеді тағы да. Мына жерде ликвидностьпен жұмыс болды. И не болды мына жерде? Бүгінгі тақырып. Бұл қандай блок? Кім айтады? Mitigation блок. Mitigation блок ол оны былайша брейкер сияқты оны тесіп өту керек. Мынау бізде не? Ликвидностьпен жұмыс бар блок қалай айтылады? 5 минуттық кішкентай имбалансты кесіп өту керек қой, астына, сондай ма? Ол подтверждение ма? Жоқ, подтверждение жоқ қазір. Бірінші мынау қандай блок? То есть, кім айтылады? Мен жаңа басшыдан көре алмай қалдым.
иә, бұл СК. Липкениспен жұмыс бар блок. Ол не болады? Жаңағыдай спонсоршип кандл. СК. Сосын мына жерде қарасаңыз структура келеді. Мына жерде енді обновление жоқ, ішкі структурамен ғана келеді. И мына жерде локальный бір слом күтемді. Яғни мына максимумды берген, қайсы минимум, ол мынау бізде. Осы жерде слом болса, плюс мына жерде лонговый имбаланс бар. Соны былайша айтқанда жұтып қойды. И мына жерде қарасаңыз слом берді, көрдіңіз ба? Осы жерден сделка қарастыруға болады. Мысалы, слом бергеннен кейін. Көбіне қандай имбаланстар жұмыс жасамайды? Тек қана сломды күтесіз ғой, иә? Онда. Иә, сломды ол бір түрі сломды күтіп көріп. Сломды тағы бір рет көрсетіп жіберіңізші. Мына қызыл линиямен тұрады, сол слом болады. Бос. Кей кезде қайтадан жоғарыға көтеріліп кетеді ғой, осындай ше, слом беріп тұр. Ол енді керек па, әлде бір жоқ. Ол жерде енді ол жаңағыдай бағаның қай жаққа баратқанын, не істеп жатқанын, биас дейді, биас. Қандай не істеп отыр, баға қай жаққа баратыр деген сұраққа жауап беру керек та. Сонда ғана ол Глобальный да. иә, глобальный невкада қай жаққа баратыр. Соған жауап беру керексіз. Соған жауап беріп, четкий былайша анализ жасайсыз, қай жаққа баратқан невкадан қарап білуге болады. Енді ол туралы стрим жасаймыз алдағы уақытта. Невкада қалай анализ жасаймыз деген. Сол кезде қарап үйреніп алсаңыз болды. Сіз 15 минуттық имбаланстан кіріп кете бересіз ба? Әлде 1 сағаттықтан кіресіз ба? Егерде қараңыз, егерде мысалында мына жерде мысалы 15 минуттық тұр, тура астында 1 сағаттық тұрса, мен 1 сағаттық тест жасаған күтемін. 15 минутты қарастырмаймын. Тек қана енді 15 минуттар тұрса, содан қарастыруға болады. Былайша айтқанда, винрейт дейді ғой, яғни 1 сағаттық имбаланстық әрине жоғарырақ болады. Тем 15 минут. Екеуі қатарынан тұрса, онда 1 сағаттық қолданасыз. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Бүгінгі тақырып өткен тақырыптар бойынша. Жақсы, онда эфирімізді аяқтайық.